Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы зат массасының сақталу заңы. Ал ендеше сабағымызды бастайық. Сіздерге сәттілік тілеймін. Сабағымызды бастамастан бұрын біз өткен сабақтағы сіздерге берілген үй тапсырмасын тексеруден бастайық. Сіздерге берілген қосыстар құрамындағы оттектің массалық үлесін табыңдар. Бос орынды толтырыңдар деген тапсырма берілген болатын. Енді жауабымен тексеріп көрейік. Бұл жерде сіздерге берілген үш қосылыстың молекулалық массасын табу және де сол қосылыстар құрамындағы оттектің массалық үлесін есептеу берілген еді. Яғни жауаптары: бірінші қосылыстың молекулалық массасы 180, екіншісі 30, үшінші қосылыс 62-ге тең. Сонда бірінші қосылыстың құрамындағы оттектің массалық үлесі 53-ге тең, екінші қосылыс азот 2 оксидінің құрамындағы оттектің массалық үлесі 53-ге тең, және де үшінші формула құрамындағы оттектің массалық үлесі 77-ге тең. Енді жаңа тақырыпты бастайық. Жаңа тақырыбымыздың мақсаты заттар массасының сақталу заңын білу. Ең алдымен мына сұраққа жауап беріп көрейік. Ол үшін суретке назар аударыңдар. Химиялық реакциялар нәтижесінде зат массалары өзгере ме деген сұраққа жауап беріп көрейік. Ең алдымен суретке назар аударайық. Бұл жерде реакцияға дейінгі болған заттардың массасы және реакциядан кейінгі болған заттардың массасы таразыда өлшеніп тұр. Енді бұл жерде байқап отырғанымыз, екі реакцияға дейінгі және реакциядан шыққан заттардың массалары тең екендігін көріп тұрмыз. Атақты ағылшын ғалымы Роберт Бойл ашық ретортада әртүрлі металдарды қыздырып, олардың реакцияға дейінгі және кейінгі массаларын өлшеді. Реакция нәтижесінде металдардың массалары ауырлайтынын байқады. Осы тәжірибеге сүйенген ғалым қандай да бір отты материя металдармен қосылып, олардың массасын арттырады деп болжады. Ол ауаның әсерін ескермегендіктен дұрыс қорытынды жасай алмады. Ломоносов болса, металл ұнтағын мойнаққа салып, аузын бекітіп, салмағын өлшеген соң қыздырды. Ол металл ұнтағының түсінің өзгергенін байқайды. Мойнақтың массасын қыздыруға дейін және кейін өлшеген ғалым оның массасын өзгермейтініне көз жеткізді. Жабық мойнақты қыздырғанда ауа құрамындағы оттектің металға қосылғанын дәлелдейді. Мойнақтағы ауа мөлшері азаяды. Себебі оны ашқанда ішіне қарай ысылдап ауа сорылады. Бұл тәжірибенің қорытындысын 1748 жылы Ломоносов заң түрінде тұжырымдады. Табиғатта жүретін күллі өзгерістердің мәні мынада: бір денеден қанша кемісе, басқасына сонша көбейеді деп жазды. Өкінішке орай, Ломоносовтың ашқан бұл жаңалығы басқа да ғалымдардың ашқан жаңалықтары сияқты ұзақ уақыт белгісіз болып қалды. 1789 жылы француз ғалымы Лавуазье бұл заңды қайта ашты. Зат массасының сақталу заңының қазіргі тұжырымдамасы: химиялық реакцияға түскен заттардың массасы реакция нәтижесінде түзілген заттардың массасына тең болады. Ломоносовтың дұрыс тұжырым жасауына өзі іргесін қалаған атом молекулалық ілімнің көмегі тиді. Атом молекулалық ілім тұрғысынан массаның сақталу заңын былай түсіндіруге болады: химиялық реакциялар нәтижесінде атомдар жойылмайды және жаңадан пайда болмайды. Олар тек қайта топтасады. Реакцияға дейін және кейін атомдардың саны өзгермейтін болғандықтан массалар да өзгермей қалады. Енді тапсырма орындап көрейік. 6 грамм магний ауада жанып, 10 грамм оксид түзілгені тәжірибе жүзінде анықталса, реакцияға кіріскен оттектің массасын есептеңдер. Ең алдымен магнийдің оттекте жану реакция теңдеуін жазып аламыз. Берілген магний 6 грамм, реакция нәтижесінде түзілген оксид массасы 10 грамм. Зат массасының сақталу заңы бойынша реакцияға дейінгі және реакция нәтижесінде түзілген заттардың массасы тең болады деген ережеге сәйкес, біз 10 граммнан 6 граммды алып тастаймыз. Сонда 4 грамм. Бұл жерде оттектің массасы 4 граммға тең болады. Сонда реакцияға дейін магний мен оттектің массасы 10 грамм, реакция нәтижесінде түзілген оксидтің массасы 10 граммға тең. Енді сіздерге үй жұмысы. Келесі тапсырмада кальцийдің оттекте жану реакция теңдеуі берілген. Бұл жерде қарап отырсақ, кальцийдің массасы 40, оттектің массасы 32. Реакция нәтижесінде түзіліп тұрған
Кальций оксидінің массасын, молекулалық массасын есептейтін болсақ, 40 қосу 16. Сонда реакцияға түскен заттардың массасы 72, реакция нәтижесінде түзілген оксидтің молекулалық массасы 56-ға тең. Енді бұл жерде зат массасының сақталу заңы не үшін орындалмай тұр? Себебін түсіндіріңдер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.